Барлығыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қызықты деректер каналы жер шарындағы жалғыз мұзды материк Антарктида туралы мәліметтерді ұсынады. Видеоны қарамас бұрын міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Сонда сіз қазақ тілді каналдың дамуына өз үлесіңізді қосасыз. Бұл материктің жалпы көлемі 14 миллион шаршы метрді құрайды. Бұл материктің 99%-ын мұз басып жатыр. Антарктида әлемдегі ең суық материк болып табылады. Антарктидада әлемдегі ең төменгі температура ресми түрде тіркелді. Ол -91,2 градусты құрайды. Антарктидада 0-ден жоғары максималды температура бар болғаны 15 градусты құрады. Ал жаз айларында орташа температура -30 және -50 градус аралығын құрайды. Бұл материк 1820 жылы 28 қаңтар күні Орыс теңіз әскери экспедициясы арқылы ашылды. Алайда 1980 жылдан бастап Антарктида туристерге қолжетімді бола бастады. Бұл материктің аумағы әлемдегі бірде-бір елге тиесілі емес. Алайда қазіргі уақытта әлемнің 7 елі, атап айтатын болсақ, Австралия, Жаңа Зеландия, Чили, Франция, Аргентина, Ұлыбритания және Норвегия. Осы аталған елдер Антарктида материгінің аумағын өздеріне бөлуге тырысуда. Бұл материкте әлемдегі ең таза Антарктикалық Уэдделл теңізі орналасқан. Теңіздің таза болуының себебі бұл теңізде ешкім шомылмайды. Теңіздің тазалығы соншалық, оған бір зат тастай салсаңыз, 80 метрдегі затыңызды көре аласыз. Антарктидада үнемі тұрғылықты тұрғындар жоқ. Мұнда келушілер тек оқымысты ғалымдар. Жазғы уақытта адамдар саны 5000 болса, қыс мезгілінде бар болғаны 1000 адам қалады. Материктегі ең жылы уақыт ақпан айы болып табылады. Антарктида материгі ғаламшардағы ең суық қана емес, ең құрғақ материк болып табылады. Оның аудандарының бірінде алдыңғы видеода айтып өткеніміздей, әлемдегі ең құрғақ аудан Мак-Мердо деп аталады. Дәл осы аудан осы Антарктида материгінде орналасқан. Бір қызығы, бұл ауданда мұз жоқ. Бұл материк метеориттерді зерттеушілер үшін тамаша орын болып табылады. Себебі материкке құлаған метеориттер мұздың арқасында бастапқы күйінде сақталады. Антарктида материгіндегі балықтардың қаны түссіз болады. Себебі олардың қанында гемоглобин мен эритроциттер жоқ. Оның үстіне қан құрамында төменгі температурада қатып қалмауға мүмкіндік беретін арнайы зат бар. Қазіргі уақытқа дейін бұл материкте 10 адам дүниеге келген. Ең алғашқысы 1978 жылы дүние есігін ашқан. Оның есімі Эмилио Маркос Пальма деп аталатын аргентиналық адам. 1999 жылы Лондон қаласының көлемімен тең айсберг Антарктида материгінен үзіліп кетті. Ал егерде Антарктида материгінің мұздары еріп кететін болса, әлемдік мұхит деңгейі 60 метрге дейін көтеріледі. Бұл материктегі мұздың максималды қалыңдығы 3800 метрді құрайды. Сонымен қатар, әлемдегі тұщы судың 80% осы материкте шоғырланған. Антарктиданың ең биік нүктесі Сентинел жотасы деп аталады. Ол 5140 метрді құрайды. Антарктида материгінде 1991 жылдан бастап тау-кен жұмыстарына тыйым салынған. Ғалымдардың болжауы бойынша, бұл материкте мұз дәуіріне дейін ыстық тропикалық климат болған. Және бір қызықты мәлімет, 1958 жылы бұл материкте Ленинге арнап ескерткіш орнатылды. Бұл материкке жылына 40 мыңнан астам турист келеді. Міне достар, бүгінге айтар мәліметтеріміз осымен аяқталды. Сіздерге бүгінгі айтылған мәліметтер қызықты болды деп ойлаймыз. Егер де сізге видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Бұл қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосу болып табылады.